Мен ол кісіні баяғыдан білетін, бірақ білмейді екен. Жас кезінде әсіресе әскери міндетін өтеп, буыны бекіп, бұғанасы қатып келген кезде екі иығына екі кісі мінгендей көрікті, сымбатты, аса қайратты жігіт еді. Тұла бойы тұнып тұрған күш секілді. Тілерсегін теліп жіберсең де жығылмайтын, алда-жалда жығыла қалса қайтып тұрмайтын. Өйткені ол үшін жамбасты жерге тию өліммен тең екенін ауыл азаматтары ауыздарының суы құрып таңдана тамсана айтатын. Мерекелі күндерде өтетін ойын тойда екі мықынын таянып бас балуанға түсетін де осы Шаған еді. Ауылдың тамам балалары Шағандай болсақ әттең қырқай шалып алып ұрсақ деген тілекпен ержетті. Әсіресе жеті баланың әкесі болғанда бақ шіркіннің пайдалуы қабағы түксиген, қол-аяғының шоғынан құйғандай бұлшық еттері білеу-білеу еді. Өз-өзінен сөйлеп, өз-өзінен ойнап, мұқым денесі денсаулықтың әнін шырқап сөйлеп қоя беретін атан азаматтың бағына қонған бағы 10 жылға жетті. Содан соң өздеріңіз білесіз, үшеу басталды. Әсіресе жеті баланың әкесі болғанда бақ шіркіннің шақталуы әй пенденің пешенесіне бермесін. Қиын-ау, қиын. Ал енді осы бақтың шайқалуына кім біледі? Себебі не? Сіздерді білмеймін. Өзім бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Кінәні жалғыз-ақ нәрсеге жабамыз. Ол арақ. Арақ ішкеннің барлығы жынды болып кетпегенін тағы да көріп жүрміз. Шаған мас болғанда аузынан тастамайтын жалғыз әні бар. Ұмытпасам былай дейді. Жігітінде мің жоқ, қалтасында дым жоқ. Ішпеймін, жетпеген соң ішемін. Аяқ жағын, ақшасы көп адамның маскүнем болғанын көргем жоқ. Әкең деп аяқтайтын. Өз шықшытын өзі балғадай жұдырығымен қойып қалып, тісін шақыр-шұқыр қайрайтын. Әлдекімге кіжінетін, әлдекімді балағаттайтын. Кейінгі жылдары атымыз бәйгеден келіп, атақ қуған соң ауылға сирек қатынайтын болдық. Шаған өмірінің соңғы жылдарынан хабарсыз болған. Тек еститінім. Бір себептермен 2 рет түрмеге отырыпты. Адам өлтірмеген, ұрлыққа түспеген, ешкімнің ала жібін аттамаған. Сонда қалай дейсіз ғой? Палуан ағамыз бұл күндері тат басып тозыңқырап қалған намысын қорғаймын деп қор болған. Рухын жоғалтқан адам ол да бір түбі шіреген ағаш. Жел тұрса құлап қалады. Елге соңғы барғанда естідім. Шағаңды саусақпен түртіп қалсаң, мұрттай ұшады екен. Қарап отырып қапаланасың. Жастық шағымның қол жетпес арманы, шыға алмас шыңы, шыға алмас бәйтерегі болған қайран азаматты мүсіркеуім. Жоқ, айналайын ауылда. Әттең сол кісідей болам деп еліктейтін азаматтың азайғаны жаныңды жаралайды. Сонымен шаған болғалы тура 50 рет жұмыс ауыстырған. Совхоздан қуылған, жол жөндеу жұмысы, бұдан қуса балташы, одан қуылса әркімнің үйін салады. Солай ауыстыра берген. Қысқасы, істемеген ісі, ішпеген ішімдегі қалмаған. Қандай азып тозып, жүдеп жадап жүрсің. Алған бетінен қатпайтын турашылдығы мен әділдігін әсіресе менің анам сүйсінетін. Ол бізге көрші тұратын. Сондықтан да жиі келетін. Ертеңгілік басы зеңгіп, көзі қызарып пахмел деген шақта шешеме әй тете дейтін. Шешеме дейтінше, ол құлыным, 10 сом ақша беріңіз дейтін. Ала ғой жарығым дейтін. Сіз мені білесіз ғой дейтін. Жүргегінен білемін ғой қарғым дейтін. Тәте, мені сізден басқа ешкім түсінбейді. Даже елім де. Күні ертеңге жол-сторайға жұмысқа кірем. Азамат емеспін, 10 сом дегенді суырып аламын ғой. Әкең, жалғыз анам мамам болса. Суырып аласын қарағым, азаматсың ғой дейтін шешем. Шаған сөзінде тұратын. Айтқан уақытында жерден шықса да 10 сом қарысын тауып әкеп беретін.
осы жігіттің тиын сыйынын құртып жүретін тіпті арақ емес екенін кейін білдім. 25 жыл бұрын жалған жалғыз орынды қара мотоциклі бар еді. Міне, содан бері үстінен түспей мініп келді. Мінгенде де қызық. Күн шықпай тырқылдатып, оталдырады, қаз тия отырып ауылды шыр айналып шығады. Бұдан соң қара жер деп аталар ауылдан 10 шақырым қашықтықтағы молаларға тартады. Қайтып келіп қорасына қамап тастайды. Ол осы айнымас, жаңылмас әдетін кешкі ел орынға отыра тағы қайталайды. Ширек ғасырдан бері қарекет осы. Қара жердегі қорымда марқұм әкесі мен шешесі жатыр. Қара топырақты қымтана түсіп, 2 күннің бірінде почтада тұрады. Тапқан таянғанын мотоцикліне тетік алуға жолдайды. Егер 25 жылдан бері қосымша бөлшек алуға, яғни астындағы қаратайын жүмдеуге жұмсалған ақшасын жинап берсе, ендігі москвич алуға жетер еді, дейді құрдастары. Сол шағанды 5 жылдан соң бүгін көріп тұрмын. Өскеменнің аэропортында теңселіп ары-бері жүр. Қайран қалдым. Аппақ сазандай толған. Үнемі шүңірейіп, арақ қойшы деп тіленіп тұратын көзі от шашады. Ине жіптен жаңа шыққан қоңыр костюм. Аяғында биік өкше. Жасыл көйлек, мойнына жылтырау ақ-қызыл галстук байлаған. Келбеті келісті. Иә, Ораш, хал қалай бауырым деп күректей алақанын ұсынды. Аманшылық ағам, өзіңіздің денсаулық қалай? Құдай маған жалғыз-ақ нәрсе берген. Ол денсаулық деді. Мені бастап сыртқа беттей беріп, қалтасынан космос сигаретін алып түбінен қағып бірін маған ұсынды, тұтатты. Биыл біздің жақ тамылжып тұр екен. Елден кеткен 2 жылда осыншалық сағынам деп ойлаған жоқ едім. Бәрін бүлдіріп жүрген мен екенмін. Тіпті жайнап жасарып қалған. Естіген шығарсың, айтқан шығар. Жаман ағаң тағы да 2 жылын өтеп қайтқан беті. Осы жолы нақақ кеттім. Арақ ішесің деп туған әйелім милицияның машинасына салып жіберді. Албасты. Мен бір жаңа ішіп жүргендей. Әйеліне деген өкпесі байқалады. Азамат емеспін бе? Бір күнгідей болған жоқ. Өтеп шықтық. Тіпті осы жарықтыққа үйреніп бауыр басып қалыппын. Балаларым мен қара мотоциклім болмаса, ауылға оралып, өзге күйік көрінгенге түрткі болып нем бар. Ол осы бір әңгімесін салқын сағыныш өкпелі мұңмен айтты. Бірақ оның талайына жазылған тағдырына араласып, наласына ортақтасатын хал өзімде де топшылау. Бірі ұшып, енді бірі қонып жатқан самолеттің құлақ еті жер көрілі месі қылды. Ол темекісін сөндірместен шертіп жіберіп, анадай жердегі дөңгішке дәл түсірді. Жүр, ішке кірелік деді, шұғыл бұрылып. Аэропорт үшін қабырық, құжынаған халық. Осы құжынаған халықтың ішінен бір таныс бейне көзіме оттай басылды. Ол Шағаңның жұбайы Жазира. Жанымда тұрған Шағанды шынтағымен түрді. Жеңгеміз осында екен. Өй, қайдағы жеңешең? Сіздің үйдегі. Ол не іздеп жүр деп нұсқаған жаққа жалт қарады. Осы жақта ерлі-зайыптылардың көздері түйісіп қалды білем. Екеуі де сілейіп тұрып қалды. Бұдан соң Шаған, ол албастыны көргім келмейді деп тысқа шыға жөнелді. Мен барып амандастым. Бір айдан бері облыстық ауруханада жаттым, деді Жазира. Тамағымда бір бідеу жара бар еді. Соны кестіріп тастадым. Өзің ауылға кетіп барасың ба? Иә, үйге қайтайын деп едім. Әке-шешең жүрегі жарыла қуанатын болды. Диктор біздің ауданға ұшатын самолетке отыру басталғанын хабарлады. Адамдардың мінезі қызық қой. Бізді тастап самолет өзі ұшып кететіндей, немесе орын жетпей қалатындай таласа тармаса ұмтылдық. Жаба тармағай соңға кірдік. Бұндай кезде кездейсоқтық болады екен. Шаған мен Жазираның орны қатар болып шықты. 7 баланың әке-шешесі бір-біріне алая қарады. Сос төгіп тұрып қалды. Дәті шыдамады. Мен жеңгеммен ауысып отырдым.